Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін телефонмен қалай екінші Google аккаунт ашу керектігін көрсетемін. Осы каналымда пайдалы ақпараттармен үнемі бөлісемін, сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Телефонмен екінші Google аккаунт ашамыз. Ол үшін Googleға кіреміз. Оң жақта суретіңіз немесе логотип тұрады, жоғары жақта сол жерге басасыздар. Стрелка тұрады, төменге қарап соны басасыздар. Міне оң жақта аккаунт Google деген шет жағында тұр. Астында добавить аккаунт басасыздар. Дальше создать аккаунт дегенді басасыздар, төмен жақта сол жағында тұр. Создать аккаунт. Для себя деген таңдайсыздар. Осы жерде барлығын толтырасыздар, яғни есіміңіз жазасыз, фамилияңызды жазасыз. Далее басасыз. Және туған күніңіз жазасыз. Барлығы дұрыс толтырылу керек. Пол женский немесе мужской таңдайсыздар. Женский. Далее. Осы жерде сіздерге электронный почтаны өздері жазып береді. Немесе создать собственный адрес Gmail деп таңдасаңыздар болады. Мен өзім жазамын, яғни өзіме қандай керек, соны жазам. Сондықтан сіздер де өз Gmail почталарыңызды жазсаңыздар болады. Немесе үстінде екі образец тұрады сіздерге. Соны таңдасаңыздар болады. Міне осы Gmail почта бар, басқа құрыңыз дейді. Яғни өзгертеміз. Жамбылова жібек деп жазсам да, ондай почта бар екен. Далее дегенді басасыздар. Болды, енді пароль жазасыздар. Парольді өздеріңіз ойдан құрап жазасыздар. Мысалы, мен YouTube 2021 деп жазам. Далее дегенді басасыздар. Және телефон номерді міндетті түрде сұрайды, яғни жазасыздар. Өздеріңіздің дұрыс телефон номерларыңызды жазыңыздар. Кейін парольдарыңызды ұмытып қалсаңыздар, восстановить етуге болады. Далее деп басамыз. Далее. Ережемен таныстым деп принимаю деген кнопканы басасыздар. Болды, міне сізде Google аккаунт құрылды. Яғни екінші, үшінші Google аккаунт құру керек болса, осы тәсілмен құрасыздар.